Ұйым 26 жыл жұмыс істеп тұр. Бұл жылдарда алынған белес көп. Ең бастысы, ел ішіндегі тұрақтылыққа қол жетті. Бұл Назарбаевтың идеясымен құрылған ассамблея. Қазақстан Халқы Ассамблеясы 1995 жылы 1 наурызда құрылды. Елбасы консультативті кеңесші орган құру туралы алғаш рет 1992 жылы тәуелсіздіктің 1 жылдығына арналған форумда жарияланды. Бұл тәуелсіз елге саяси тұрғыдан және полиэтносты, поликонфессиялы елдің тұрақты даму үшін қажет болды. Ол барлық этнос өкілдерін ортақ мақсатқа ұйыстырды. Бүгінде ассамблея елбасы төрағалық ететін конституциялық орган. Ассамблея құрылған күннен бастап еліміздегі мызғымас бірліктің ұйытқысы, сарқылмас берекенің бастауы болып келеді. Бүгінгі ол еліміздің татулық пен тұрақтылықтың ең басты кепілі. Әрдайым елдік істердің басында жүретін ассамблея менің іргелі бастамаларымды әр уақытта қолдап, халыққа түсіндіріп жүреді. Қазақстан сан қырлы жаңғыруға бет бұрған қазіргі таңда ассамблеяға да тың міндеттер жүктеледі. Халқы тату, жері тыныш, қоғамы тұрақты мемлекетке айналды. Бұл шын мәнінде мақтан тұтарлық жетістік. Сан түрлі ұлыстың басын біріктіріп, бір мақсатқа жұмылдыру оңай шаруа емес. Бұл табандылықты талап ететін күрделі жұмыс. Қастерлі тәуелсіздігіміздің 30 жылдығында ассамблея халықтың талап тілектерін орындауға бағытталған нақты жобаларды жүзеге асыруға айрықша мән беруі қажет. Біз бәріміз бірлік пен ынтымақтың арқасында жасампаз ұлт болып, алдымызда тұрған тарихи мақсаттарға қол жеткіземіз. Қазақстанда сенім, келісім мен өзара түсіністік моделі қалыптасты. Қазақстан этностардың мәдениеттері, тілдері, дәстүрлерінің дамуына жағдай жасалған 800-ден аса этномәдени бірлестік бар. Оның 30-ға жуығы республикалық. Бірнеше тілде газет, журнал, телерадио бағдарламалар бар. Елордада бейбітшілік және келісім сарайы салынды. Онда жыл сайын Қазақстан Халқы Ассамблеясының сессиялары, маңызды іс-шаралар өтеді. Еліміздің облыс орталықтарында достық үйлер салынып, жұмыс істеп тұр. Ел президенті Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаевтың тапсырмасына сай, мемлекеттік органдардың этносаралық саладағы барлық жұмыс жүйесі жаңғыртылды, жаңа 4 бағыт айқындалды. 4 базалық мәдени ағартушылық жоба Қазақстан этностарының жалпы азаматтық бірегейлігін, этностардың қазақстандық алуан түрлілігін рухани мәдени тұрғыдан танымал ету, көп этносты Қазақстан этномәдени генезис, этносаралық ортадағы жанжалды көріністерді қабылдамауға бағытталған әлеуметтік ұстанымдарды жасау арқылы медиация институтын дамыту. 4 базалық жоба аясында Ақмола облысында 2021 жылдың 1-тоқсанына 30 онлайн және офлайн іс-шара жоспарланып жүзеге асты. Мен қазақша сөйлеймін, күй құдіреті, ақиық ақын мұрасы, Жамбылдың жыры, халықтың үні, аудандардың қатысуымен этнофишн, қазақ халқына 1000 алғыс іс-шаралар өтті. Мемлекет басшысы акциялар мен пафостық іс-шаралар форматынан алыстау керектігін бірнеше рет атап өтті. Бүгінгі ассамблеяның алдына жаңа міндеттер тұр. Бұл ассамблеяның жалпы азаматтық бірлікті қалыптастыру, медиация институтын дамыту, қазақ тілінің мәртебесін көтеру, сондай-ақ мәдени және танымдық жобаларды іске асырудағы рөлін арттыру. Аталған институт өкілдерін еліміздің және өңірдің әлеуметтік экономикалық дамуына нақты қосқан үлесі бағаланады. Тек бірге ғана біз бәсекелестік артықшылыққа ие боламыз және кез келген сынақты еңсереміз. Әрқайсымыз этносаралық келісімнің сақталуына жауап береміз. Ақмола облысында 100-ден астам этнос пен этникалық топ өкілдері бар. 2 республикалық, 13 облыстық, 17 қалалық, 15 аудандық. Барлығы 47 этномәдени бірлестік жұмыс істейді. 16 қоғамдық бірлестік аккредитациядан өткен. 2021 жылдың 1-тоқсанында қоғамдық келісім мекемесінің ұйытқы болуымен барлығы дерлік 152 шара өтіп, 8485 адам қамтылды. Қоғамдық келісім мекемесіндегі болып атқан барлық іс-шаралардың бәрі осы тәуелсіздіктің 30 жылдығының аясында өткізілетін болады. Мынау үлкен 10 кезеңнен тұратын үлкен көп мерзімді іс-шара өткізіп жатырмыз. Ол мынау бір шаңырақтың астында биік мақсаттарға деген. Одан қалды үлкен өткізіп атқан іс-шарамыз бұл менің отаным, менің Қазақстан деген сәнді қолданбалы қолөнер мынау иелерінің солардың жаңа көрмелерін өткізіп жатырмыз. Одан қалды біздің мынау мекеменің қасында мемлекеттік тілді дамыту
соны қолдану аясын кеңейту ұжымы бар, орталығы. Сол басқа этностарға қазақ тілін үйрету орталығы бар. Мемлекеттік тілді насихаттау және дамыту орталығы өз қызметін 2019 жылы қайта жандандырды. Құрамы 20 адам, олар мемлекеттік тілді жетік меңгерген түрлі этностардың жас өкілдері. Елбасы мен президент еліміздегі тіл мәселесіне ерекше көңіл бөліп келеді. Этносаралық қатынастар жүйесінде мемлекеттік тіл ел бірлігін қалыптастырудағы маңызды фактор. Владислав Вебер, көрші облыстың Уәлиханов ауданы Мортық ауылында туған студент, жасы 18-де. 2013 жылдан бері Көкшетау қаласының тұрғыны. Біздің туған елімізде тұрамыз, және де туған еліміздің тілін білуге міндеттіміз. Адамдармен сөйлесуіміз қажет. Және де мен көптеген тілге байланысты абай оқуларына қатыстым. Оған қарамастан мен екінші курс студентімін. Қазіргі таңда Шоқан Уәлиханов атындағы университетте оқимын. Мен мамандығым неміс тілі мұғалімі. Өзім неміс, біз Қазақстанда тұрамыз, және де әрбір азамат осы елдің ұлтқа қарамастан, біздің елімізде 130-тан астам ұлт тұр. Және де мен ойлаймын, олар өз тұрып жатқан елдің тілін білу керек. Қоғамдық келісім мекемесінің жанынан мемлекеттік рәміздерді насихаттау орталығы ашылды. Ұлттар өкілдері ұйысқан ұйым арқылы көк байрақ, елтаңба мен әнұранды кеңірек таныстыру, әр азаматтың елге деген сүйіспеншілігін арттырары сөзсіз. Облыстағы 38 алаңда 9 кәсіби және 333 әуесқой медиатор өз қызметін көрсетеді. Арнайы медиация кабинеттері ашылған. Аймағымызда 248 қоғамдық келісім кеңесі бар. Бірінші 90-да онда азаматтардың 49 мәселесі шешілді. Облыста 104 аналар кеңесі жұмыс істейді, 1200-ден астам мүше тіркелген. Журналистер клубы биыл Қазақстан халқы ассамблеясының тұңғыш президент жолымен бейбітшілік пен келісімнің 30 жылы телеэкспедициясына қатысады. 2018 жылдан бері жаңғыру жолы Ақмолы жастар қозғалысы жұмыс істеп тұр. Қоғамдық келісім базасында 50 адамнан тұратын волонтерлік қозғалыс орталығы да бар. 2014 жылдан бастап шаңырақ тілдерді оқыту клубы жұмыс істейді. Онда орыс, поляк, неміс, армян, чуваш, корей тілдері оқытылады. Ассамблеяның негізгі міндеттері: этносаралық қатынастар саласында мемлекеттік органдармен және азаматтық қоғам институттарымен тиімді өзара іс-қимылды қамтамасыз ету, қоғамда этносаралық келісімді және толеранттылықты одан әрі нығайту үшін қолайлы жағдайлар жасау, халық бірлігін нығайту, қазақстандық қоғамның негіз қалаушы құндылықтары бойынша қоғамдық келісімді қолдау және дамыту, қоғамдағы экстремизмнің және радикализмнің көріністері мен адамның және азаматтың құқықтары мен бостандықтарына қысым жасауға бағытталған әрекеттерге қарсы тұруда мемлекеттік органдарға жәрдемдесу, азаматтардың демократиялық нормаларға сүйенетін саяси құқықтық мәдениетін қалыптастыру. Ассамблеяның мақсаты мен міндеттеріне қол жеткізу үшін этномәдени және өзге де қоғамдық бірлестіктердің күш-жігерін біріктіруді қамтамасыз ету, Қазақстан халқының ұлттық мәдениетін, тілдері мен дәстүрлерін өркендету, сақтау және дамыту. Бүгінде Қазақстан Республикасының парламенті мәжілісінің 9 депутаты ассамблея мүшелеріне сайланды. Яғни заң шығару органдарында да кең байтақ қазақ жерін мекен еткен басқа ұлт өкілдерінің мүддесі қорғалады. Наталья Дементьева, Ақмола облысының тумасы, ұлты орыс, көп жылдар білім беру саласында еңбек етті. Мемлекеттік тілді өте жақсы меңгерген, қазір депутат. Біздің елімізде 130-дан астам этнос өкілдері тату-тәтті өмір сүріп жатқанына бәрімізге мәлім. Шын мәнінде көптеген этнос өкілдерінің тату-тәтті өмір сүруі біздің ең басты құндылықтарымыздың бірі деп айтсақ қателеспейміз. Жалпы әртүрлі этностарды біріктіретін, достық дәнекері болып табылатын әрине мемлекеттік тіл. Негізі байлығымыз достық дәнекері. Ассамблеяның рөлі қазіргі кезде өте жан-жақты. Өйткені қазіргі кезде ассамблея үлкен бір қоғамдық институтына айналды. Ассамблеяның арқасында барлық этнос өкілдері өзінің мәдениетін, өзінің тілін, өзінің ділін еркін дамыта алады.
Қазақстанның этносаралық қатынастар саласында жүргізіп отырған саясаты бүкіл әлемге таныс. Ассамблея жұмысы елімізде этносаралық және конфессияаралық келісімнің бірегей моделін қалыптастырды. Әрбір азамат этникалық және діни ерекшелігіне қарамастан Конституцияда кепілдік берілген азаматтық құқықтары мен бостандықтарын толық пайдалана алатындай ерекше сенім, ынтымақ, өзара түсіністік ахуалының негізін қалады. Тату елдің тұғыры биік.